Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hürmetli bауырлар. Ашуды ұстаудың пайдасына келер болсақ, ол жетеу дейді. Бірінші, ашуын ұстай білген пендеге жәннат әзірленеді. Екінші, хор қыздарын таңдау сыйына қол жеткізеді. Үшінші, Алла Тағаланың азабынан қорған болады. Төртінші, үлкен сауапқа кенелтеді. Бесінші, Алла Тағаланың қорғауында болады. Алтыншы, Алланың рахымына бөленеді. Жетінші, Алла Тағала жақсы көретін болады. Енді осыдан бір хадис, Ибн Аббастан келген хадис. Одан Алла разы болсын, Алла елшісі оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Мына үш сипат кімнің бойында табылса, Алла оны өзінің махаббатына бөлейді. Бұйырғанға шүкіршілік етсе, қауқары жете тұра кешірім жасаса, ашуы келгенде ашуын басса деген Әл-Хаким риуаят еткен хадис. Әл-Хаким Әл-Мустадрак 1-ші том 214-ші бет.